Мінекей достар, бұқаларды осылай суғарамыз. Мінекей шлангы, мына жерде вентиль бар. Мына шлангы, ондай труба бар жатыр. Мінекей уклонмен кеткен. Мына жақта бочка тұр. Міне сол бочкеге кеп, ана скважинадан бочкеге түседі. Бочкеден мына труба арқылы өйстіп келіп, мына шлангіге ағып кетеді. Мен биыл енді осылай соғарып жатырмыз. Мінекей биыл сол үлгере алмай қалдық. Негізі мына жерден ендігі жылы Алла қаласа суғаратын ақыр істейміз трубадан. Мынандай қорып қоямыз. Өйстіп қазір әрқайсысына бір береміз. Бір шелектен алдына. Сосын және жетпей қалса, және қосымша шелектермен құйып, дополнительно құйып бере береміз. Енді мына бочкамыз кәдімгі 200 литрлік бочка, пластмасс. Соған өйсті құйып аламыз. Мына бочкеге міне жерде мына труба бар. Міне бұл труба құдықтан, скважинадан келіп жатыр. Қазір онда түсіреміз. Бұл мына жерде бізде 30 метр жерде құдықта скважина бар. Су өте керемет. Сол жерде мына шлангы, құдықтан шығыватқан шлангы. Қосамыз мына жерден. Сосын мына жерде мына сгон арқылы былай жалғағамыз. Сосын мынаны былай қойып қойғамыз. Мына қораның бір бұрышынан бочкеге ағатына трубамен барып. Суғарып болғаннан кейін мына гайканы алып ақтамыз. Сол кезде мына жақтан под уклон кеп, мына жерге шелек қойып, сол шелекке ағызып аламыз. Трубамыз қатпайды. Енді биыл осылай істеп қойдық. Осы достар. Қош, сау, аман болыңыздар.